Бәріңе сәлеметсіздер, мен Ысқақ KZ. Бүгін мен адамда бросырса видеомды жалғастыратын боламын. Достар, бүгінгі видеода не істейміз достар? Бүгінгі видеода біз скин алу видеосы болады. Мен сіздерге айтқанмын, скин алу видеосы арасында болып тұрады деп. Енді бүгін бұл скин алу видеосы болған деп тұр. Енді бүгін біз кімге скин аламыз? Бүгін мен магазин ашық болсам, достар, магазиннің ішінде страшно Рико тоғыз кристалл сатылып тұр достар. Бұндай акциялардан да жіберіп алмау керек, бұларды бәрін сатып алу керек достар. Қараңыздаршы, осындай әдемі особый, даже особый болса да бар бұл скиннің. Қымбат скинді небәрі 39 кристалл сатып алу, ол өкінбейтін нәрсе. Бұны сатып алу керек. Енді бүгін біз достар, біз Рикоға скин алатын боламыз. Сара Рико өте күшті скин. Достар, енді бұл скин сіздерге бірінші испытать етіп көрейін, тренировкаға кіріп. Достар, айтпақшы, бір розаға ба скин шығарған болатын, розаның скині. Бірақ розаның скині өзіме ұнамады. Розаның скині алмай, күттім достар. Тағы 39 кристаллға да күшті скин шығарады. Осындай күшті скин шығардым. Қараңыздаршы, достар, көріп тұрғандарыңыз міне. Атакасы өте әдемі, ультасы. Көріп тұрғандарыңыз өте әдемі. Енді бұндай скиннен алу дейтін 39 кристаллға өте керемет атты. Енді блокчейннен мен бұрындары 2-3 ай бұрын шығарған болатын, бірақ ала алмадым. Ондай ол кезде мен Рикомен көп ойнамадым. Ал қазір Рикомен ойнап жүргендіктен Рикоға скин алайын деп отырмын достар. Ал бұл скин енді күшті скин, сондықтан қазір сатып алатын боламыз. Тұрамызда скинді. Достар, міне Стража Риконы сатып алдым. Өте күшті скин, пески временің. Бұны бір фото скринға түсіріп алайық. Достар, содан кейін бұнымен бірге тағы да бірдеңке беру керек негізі. Елді бір күт шақырайғанда. Ол екеуі картка кетті. Қазір шақырам болады достар. Көріп тұрғандарыңыз өте әдемі скин. Скинімізді қазір испытать етіп көрейік. Скинімізді қазір испытать етіп көрейік. Қазір Рико. Енді қазір Рикомен ойнайық. Көріп тұрғандарыңыз мен Рикомен көп ойнаймын. Золотадан көріп тұрған шығарсыздар. Сондықтан да қазір біз кубок кетпейтін бір ойын. Награда за поимку ойнайық. Көріп тұрғандарыңыз өте әдемі скин. Қараңыздаршы. Қандай күшті скин. Мен қатар бір пин берді ме маған негізі? Бір қарашы. Пин беру керек негізі. Кеттік ал. Бір кәткі осы скинмен жіберейік. Енді достар, бұндай скинде 39 кристалл сатып алсаң ешқашан өкінбейсің. Ақпалыңызды сіздерге де кеңес беремін осы скин алып болуға. Өйткені бұндай акциялар өте аз болып тұрады. Жыл сайын ба, ай сайын ба, 2-3 ай сайын бір болып тұрады акциялар. Енді көрейік. Айтпақшы, не үшін алып жайсылы өткенмен түсірдім. Мә деп. Ай, телефон қашып кетті. Көріп особый голосы да бар бұл скиннің. Бұл видеоны жеңілмейді сияқтымыз. Өткені қиын болады, жеңіл өткені. Достар, айтпақшы, тағы да бірдеңке айту керек. Бұл скин. Ой, атып қойдым, өлтіріп қойдым оны. Мә деп айырып жағынан. Тиме алып отырам. Бірақ ұлтасы өте әдемі. Ұлтасын енді мойындау керек бұның әдемілігін. Давай мә деп атшық. Жабылып кетті. Ничего, бұл видео походу біз ұтпаймыз. Бізге бәрібір бірақ түбі көп кетірмейтіні жақсы дейін. Енді золото айтпақшы, біз нақты екінші золото сәл қалыпты ғой. Өте күшті скин. Не дегенмен енді айтарлыққа сөз жоқ бұндай скиндарға. Енді алып қалыңыздар, неден басқа алып қалыңыздар. Айтпақшы, содан кейін достар, бұл скин енді ұзақ бірінші сезонда шықты ғой. Бірінші сезонда осы менде Коварный Мортис бар. Достар, Коварный Мортис содан кейін бірінші сезонда шыққан. Сосын Стража Рико бар. Енді бірінші сезонда шыққан маған Злой Джин дейтін скин керек енді. Сол скинді алса, менде бірінші сезонда шыққан бүткіл скиндердің барлығы, 3 скиннің барлығы болады достар.
Өйткені бұл злой джин, коварный морти, страж рико дейтін үшеуінде де особый голостары мен бүткіл нәрсесі бар. Үшеуі де өте әдемі скиндер. Иә, сөз жоқ. Енді біз тағы да бір катып қоямыз ғой. Бұл жолы енді заты не басқа не? Сейф не? Ограбление не? Кеттік. Сосын достар, сіздерге бір айта кететін бір жаңалығым бар. Біз жақында достар, мен келесі 3-4 видеодан кейін ба мен бірден 3 қымбат скин алдым болмысыр. Сіздерге сәл бір спойлер болсын, ол 3 скин қандай кімдерге болатын. Бірінші скин менде қалатын боламын. Енді менде өте күшті боец болса менде қаламын. Ал екіншісі мен нита қаламын. Нита қаламын. Ал соңғы болса, соңғысы мен достар әлі ойластырған жоқпын. Сондықтан әлі білмеймін бұл қандай скин алатынымды. Жолдан кеттік қазір. Қандай скин алатынымды жол. Қазір әлі ойластырған жоқпын. Ол осы Жейін. Жазық бұл раундта неге біз барлық қатқа жейін отыр? Бұл карта маған ұнады. Бүгінгі бетіп достар, мынаны қараңыздар. Екінші солтаға сәл қалып тұр мына. Енді Риконың енді мынандай неде серіде істемесін. Затында алу керек, титулында алу керек достар. Ол жайтты қазір жақында видео саламын. Әрине. Өте күшті титул, негізі анау айтқанда мықты емес, бірақ күшті титул. Енді тағы да біз бір катқа жіберейік өйткені видеомыз сәл-пәл зат болып қалған сияқты. Қысқа. Тағы да ограбление жіберейік. Енді бұл скин достар өте әдемі айтпақшы. Мен скин туралы айту керек екен, ұмытып кеттім. Енді скинға оценка беретін болсақ, өте жақсы скин. Өйткені 39 жасқа алып отқанда одан жақсы скин жоқ, одан жақсы. Рикоға ең жақсы скин осы Страж Рико. Өйткені мажор Рико, попкорн Рико дейтін скиндар анау айтқанда күшті емес. Тек қана осындай бірақ мықты скині бар. Айтты ғой. Енді сосын достар маған мына легендарный старды бұл аштым да. Содан маған бір қауыттым қате болды, мен автотыкым атып отырмын достар, есейші. Өткен маған видео түсіріп отырып ойнау дейтін өте қиын. Не деп арчаны ульта жібереміз. Ультасына айтсақшы, енді сөз жоқ, ультасын өтедім. Енді ұтылғандағы анимациясы достар мынандай екен. Ұтылғандағы анимациясы мынандай өте күшті, бірақ бір түрлі екен. Власы жоқ, көдем бір түрлі екен. Енді өте енді скинға енді ол тұратын скин, енді бұны алып қалыңыздар. Енді бұл келесіде вообще шықпауы мүмкін бұндай бағамен бұл скин. Енді бұл Рикоға енді ең күшті скин, көріп тұрыңыз. Енді басқа мына скиндерден қарап, мына әдемірек. Мына скин енді бұл просто так бір мына осы слишком обычный скин. Мына скин вообще қоймау әдемірек жоқ. Мына скин более-менее болады, бірақ бұл арзан скин, сондықтан бұны алмаймын. Не істейміз енді? Осымен видеоны аяқтаймыз енді әрине достар. Енді сіздермен болған мен Ысқақ Кейзет. Енді арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, енді мен 50 подписчик жеткізейік. Онда сау болыңыздар достар.